Сәлем. Бүгін бізде адам анатомиясы кіріспе сабақ. Анатомия не үшін оқу керек? Сол сұрақтан бастайық. Анатомияны егер де біз жақсы білетін болсақ, біздің фундаментіміз мықты болады. Бұл ең бірінші базалық сабақ болып табылады. Кейін физиология, патофизиология, басқа сабақтарды оқыған кезде анатомияның білімі міндетті түрде көмектеседі. Өйткені сен қай орган, қай жерде орналасқандығын біліп аласың. Сенде уже визуалды түрде көзіңе елестеп тұрады, қай орган бұзылса қандай органға әсер ететіндігін. Сол себепті де менімен бірге анатомияны оқуды жалғастыр. Мен саған қазір қысқа түрде анатомия жайлы ақпарат беріп өтсем деймін. Ең бірінші бізде бұл жүрек. Жүрек организмді қанмен қамтамасыз ететін 4 камерасы бар, кеуде қуысында орналасқан насосты орган. Жүректен қан тамырлары шығады, көріп тұрғаныңдай. Ол қан тамырлары бүкіл тіндерге оттегін қанмен қамтамасыз етеді, яғни ағзаны қоректендіреді. Бүйрек сол қанды тазалап береді, бүкіл организмге таза қан баруын қамтамасыз етеді, фильтр қызметін атқарады. Бауыр болса қанның құрамындағы ферменттердің жақсы сапалы болуына, яғни оны да тоже фильтр қызметін атқарады. Бауырдың 500-ден астам қызметі бар. Асқазан ол түскен тағамды химусқа айналдырып, ас-ішек жолдарына, ас-ішектерге өткізеді. Өкпе арқылы біздің ағзамыз таза ауамен қамтамасыз етіледі. Кейінгі бұл ішек ми арқылы бүкіл ағза басқарылады. Біздің ойлауымыз, сөйлеуіміз, көруіміздің барлығы осы мидың қызметі. Кейін ішектер. Асқазаннан келген тағам ішекте бар, ішектерде қорытылады. Асқазанда тағам қорытылмайды. Тағамның барлығы аш-ішек және тоқ ішектерде қорытылады. Ары қарай барлығын түсінгің келсе, осы каналда менімен бірге бол.